Бастыңыз ба деп. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Қараңыздар, бізде өткенде жіберген еді, оны көрсетемін деп көрсетпеппін. Бізде группамызға, командамызға тағы да Мақпал деген қызығымыз келді. Алла қаласа табысты барын. Осыны қараңыз, Мақпал ханым бізде айттық, иә, қазіргі таңда 78.000 теңге болып кеттік тіркелудің өзі. Сол 78.000 тіркелуге де кіруге қандай шешім қабылдауға сізде ой келді? Не үшін? Например, адамдар біз айтады, 78.000 төлеп кіргенше деген сияқты. Бірақ елдерді өзіңіздің танысып, біліп отырған, көзге көрген адамдардың миллион тауатқанын көрдіңіз бе? Жақын адамдарыңызды. Сосын көзім жетті, что оған сондай доходқа жетуге болатын. Енді шығын болмай, кіріс болмайды деген сияқты. Сондай шешімге келдім. Вот, міне біз 8.000 төлеп болса да, еще оқудың ақшасы бар, обороттың ақшасы бар. Яғни адам жасаймын деген адам жасайды. Бұл жерде тоже бізде уже Wildberriesте істеймін, жұмыс жасаймын деген адамдар қалатын болды. Одан кейін сіздерге бүгін айтпақшы болған затым, қараңыздар, Galaxy Tab деп тұр, A8 деп тұр, Гүлжан ханым. Осыны біздің оқушымыз өзі бізге айтқан по благодарность бойынша сізге рахмет деп қонаққа шақырды. Жоқ, керек емес дедік, жасы үлкен аталарымыз ғой. Жоқ, керек емес десек, қайтадан келді да, содан бізге қараңыздар. Мынау Galaxy нені сыйлық ретінде, что по благодарность деп, балаларыңыз ойнайды ғой, балаларыңыз сабақ оқиды ғой деп беріп, жұмыстарыңызға керек қой деп, қараңыздар, мен новый подарок етті. Алла разы болсын. Яғни, например, біз бұны аламыз деп, жоқ деп қанша десек, жоқ, Алла разы болсын, мен қазір бұны 4-5-еуін алатындай жағдайда, оның алалам. Бұның өзі 101 нәрсемен тұрады, жарайды енді. Қазіргі таңда 2 миллион, 2,5 миллион аптасына табыс табады. Ол мен басында ауылда жүргенде оқыған оқушыларымыз ғой. Яғни, бұл қуанышты, негізі мен оны көрсеткім келмеген өткенде келген кезде. Содан кейін жоқ, благодарность, адамдар действительно ақша тауып жатқандықтан, просто сіздер, когда адам жомарт болады, действительно қолында ақша болған кезде, действительно уже ешқандай қаржылық тәуелсіздікке жеткен кезде, яғни қаржылық тәуелсіздікке жетіп, мені осыны просто так рахмет ретінде сыйлап келген кезде, прям көзіме жас алдым. Сол себепті барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бұл затты просто беру барлықтарыңызға бұйырсын. Яғни 100.000-200.000 теңге сіздерге просто подарок беретіндей болсын. Мені көріп тұрған болсаңыздар, барлығы новый, әлі жасап қойған, балалар ойнаған. Соны айтқым келген. Самый главный, табысты болайық. Қазіргі таңда барлық өзгерістер бізге жақсы. Wildberries'тегі қазіргі өзгеріс бұл 78.000 төлеп кіретін болғанменен, соны айтқым келіп тұр. Ол ақша ешқайда кетпейді. Ол шотыңызда тұрады, кабинетіңізде. Когда сіз товар өткізесіз, басында товар өткізгеннен кейін бізде минустар болған. Минусқа кетіп жатырмын ба, логистикасын 32.000 теңге алып қойыпты. Например, ол күнде өткізген товарыңыз, қазір өткізсеңіз логистикасын алып қояды да бірінші. Ол выкупили болады товарың, содан кейін барып сізден ақшасын алатын. Қазір сол 78.000-ға осознанно кіресіз, что мен өзіңізге де мотивация, ақша шығару керекпін, жұмыс жасау керекпін деген сияқты. Карточка тезірек толтыру керекпін, бірдеңені іздену керекпін. И содан кейін сізде товарыңыз өтеді, товарыңыз салғаннан кейін товарыңыздың ақшасын целый логистикасын бағана салған 78.000 теңгесінен алып отыратын болады. Осы последний жаңалықтар, сәттілік. Бізді сіздерде миллионерлерді шығаруға біздің офисіміз дайын. Алла қаласа келесі потогымыз осы айдың соңына қарай деп отырмыз. Білмеймін енді қай уақытта. Солға дейін Алла қаласа тағы да күшті жаңалықтар болғанса, обязательно бөлісіп отыратын боламын. Сау, сәлематта болыңыздар.